Так, 8-ші дәріс тақырыбы гимнастикалық жаттығулар техникасы. Бірінші гимнастикалық жаттығуларды орындау техникасы, екінші статистикалық ережелер, үшінші динамикалық жаттығулар, төртінші итермелеу және қону. Бесінші гимнастикалық жаттығулар техникасын талдаудың жалпы ережелері. Әрбір гимнастикалық жаттығу нақты қойылған қозғалыс есебін шешуге бағытталған дене қозғалыстары мен оның жекеленген буындарының күрделі жүйесін білдіреді. Спорттық көркем гимнастика және акробатика жаттығуларының көбі өте күрделі қозғалыс құрылымы. Демек, орындау техникасы бар. Орындау техникасы оқылатын жаттығуды табысты орындауға нақты қойылған қимыл қозғалыс міндеттерін шешуге бағытталған қозғалыстарды басқарудың ең тиімді тәсілі немесе тәсілдерінің жиынтығы. Гимнастшылардың техникалық шеберлігі жаттығуды орындаудың тұрақтылығы мен жоғары сапасымен сипатталады. Гимнастикада техника өзіне тән жаттығуларды орындау стилінің талаптарына жауап береді. Гимнастикалық жаттығулар техникасының негізінде механика, анатомия, физиология және психология заңдары жатыр. Механиканың заңдары гимнастшының қозғалысында сыртқы және ішкі күштердің әсерінен жеке буындары мен дененің қалай қозғалатынын түсіндіреді. Жаттығуларды орындау кезінде сыртқы күш болуы мүмкін. Дене сапалығы немесе оның жекеленген буындары гимнастшының снарядпен жанасуы кезінде туындайтын үйкеліс күші, ауа кедергісі және тағы басқа. Бұл күштер әдетте жаттығуларды орындауға қиындатады. Гимнастшының денесінің немесе оның жекеленген буындарының тірекке қатысты неғұрлым жоғарыдан төмен жағдай қозғалысы кезінде жердегі тартылыс күшінің әсері ерекше болуы мүмкін. Ішкі күштер гимнастшының бұлшық еттерінің жұмысты істейтін топтармен ширығуды дамыту, байландарының буыны, сөмкелердің мұқаларының шеміршектерінің серпімділік қасиеттерін пайдалану қабілетінде арқасында пайда болады. Бұл күштерді ақылға қонымды пайдалану жаттығуларды орындау жеңілдетеді. Бұлшық ет көрнеу жаттығу. Гимнастикалық жаттығулар техникасын оқу кезінде механизмнің негізгі заңдарын білу маңызды. Сондықтан оларды есте сақтау керек. Олардың негізінде кез келген күрделі жаттығуларды техникалық дұрыс орындау үшін қажетті барлық параметрлерді дәл есептеуге болады. Ауырлық күші мен инерция сәттері, дененің және оның жеке буындарының ОЦМ траекториясы және тағы басқа. Алайда гимнастикалық жаттығуларды оқыту кезінде анатомия, физиология, психология заңдарында ескеру керек. Оларды механизмнің заңдарын бұзбайды. Бірақ жалпы бірқатар жағдайларда жаттығуларды орындау тәсілдеріне өздерінің арнайы түзетулерін енгізеді. Осы негізде биомеханика ғылымы пайда болды және жаңа пән психобиомеханика қатысады. Гимнастикалардың психологиялық қасиеттері олар үшін жаңа немесе бұрын ешнәрсе толық емес жаттығуларды меңгергенде ерекше маңызды. Бұл жағдайда олардан терең және жан-жақты білім, есеп, жаттығуды меңгеруді мүмкін болатын қиындықтарды болжау, ерек оқу жаттығу процесі терең саналы және белсенді қарым-қатынас талап етеді. Гимнастикада жаттығулардың барлық алуан түрлілігін екі түрлі топқа бөлу болады. Статикалық және динамикалық жаттығулар. Гимнастшының денесіне әсер ететін күш моменттерінің жиынтығы нөлге тең болатын осындай жаттығулар позалар статикалық деп аталады. Жылдамдық пен жеделдету нөлге тең. Гимнастикадан статикалық жаттығуларды орындау кезінде төрешілер дененің немесе оның жеке буындарының статикалық жағдайын тіркей алатындай 2-3 секунд ішінде қабылданған қалыпта орнықтылықты қозғалмауды сақтай білуі талап етеді. Гимнастшының денесі снарядқа қатысты немесе снарядпен бірге сақиналар, трапеция, гимнастикалық дөңгелек айналымдағы өткіншектер,
аткеншектер және тағы басқа. Тірекке қатысты қозғалыс жасайтын жаттығулар динамикалық деп аталады. Мұндай жаттығуларды орындау техникасы динамика заңдарын сақтауға негізделген. Итеру денені немесе оның жекеленген буындарын тіректен белсенді алып тастау. Itергіш энергиясы дененің төменнен жоғары тірек күйіне тіректен операсыз қалыпқа өту үшін айналмалы импульсивті құру үшін және тағы басқа аяқпен, қолмен, жерден, иықпен, өкшемен екпінді итеруге болады. Қону гимнастикаға арналған күрделі және жауапты жаттығулардың бірі. Оны техникалық дұрыс орындалған комбинацияны немесе тіректі секіруді айтарлықтай безендіреді, жарақат алу мүмкіндігі болдырмайды. Сондықтан гимнастшылар өз комбинациясын күрделі және әдемі ұшудың үлкен амплитудасы мен дәл қону арқылы анықтауға тырысады. Жеке қону кезінде жылдамдық, демек жерге түсу сәтінде денемен жинаған қозғалыс саны өтеледі, тепе-теңдік сақталады. Назарларыңызға рахмет.